Сіздер басы жоқ әйел дегенді естіп көрдіңіздер ме? Ал бұл оқиға 20 ғасырдың басында болған. Цирк қызметкерлері адамдарды таңғалдыру үшін басы жоқ әйелді ойлап тапты. Бүгін біз сіздерге басы жоқ әйелдің құпиясын ашатын боламыз. Сонымен кеттік. Жиырмасыншы ғасырдың басында цирк қызметкерлеріне адамдарды таңғалдыру қиынға соқты. Бірақ қызметкерлер керемет айла ойлап тапты. Олар Ольга есімді әйелді көпшілікке басы жоқ әйел деп таныстырды. Әрине, қарапайым адамдар басы жоқ әйелді көргенде қатты таңғалды. Және сол уақыттарда Ольга есімді әйел Англиядан әкелінді. Және ол фашистік Германиядан қашып, пойыз апатынан басын жоғалтып алды деген күлкілі қауесеттер болды. Және кейбір адамдар дәрігер Ландау есімді адам Ольга ханымға эксперимент жасап, оны осындай қалып жасап шығарды деген қауесеттер де болды. Адамдар басы жоқ әйелге шынымен де сеніп қалды. Ал шын мәнінде бұл әйелдің басы бар, яғни ешқандай пойыз апаты болмаған және эксперимент жасалмаған. Цирк қызметкерлер жай ғана айналарды қолданған және айнаның артында Ольга есімді әйел отырған. Ол жай ғана денесін қозғалтып, өзіне берген рөлді сомдап шыққан.